Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Алтынай. Бүгін сіздер сүзбелі бәліштің құрамы және жасалу жолдарымен танысасыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ сары майымызды саламыз. Оның үстіне қант қосамыз. Ұнды 3 бөлікке бөліп салып араластырамыз. Бір шай қасық қопсытқыш саламыз. Салып болған соң қолымызбен араластыратын боламыз. Қамырымызды біріктіру үшін бір дана жұмыртқа қосамыз. Қамырымызды алып, целлофанға салып, тоңазытқышқа 20 минутқа қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына сүзбе қосамыз. Араластырып, оның үстіне бір жұмыртқаны саламыз. Қаймақ саламыз. Қаймақ менде дүкеннің қаймағы 20%. Араластырып, қантымызды салып, блендермен езетін боламыз. Осындай қою болу қажет. Тоңазытқыштан шығарып, форманың үстіне қолымызбен жандарына жайып шығамыз. Форма менде 24 сантиметрлік. Қатты қалың болмас үшін жандарын осылай шанышқымен басып шығамыз. Түзеу және біркелкі болу үшін үстін осылай басып шығамыз. Үстіне салмасын осылай қиямыз. Салмасын салып болған соң пешке пісіре берсеңіздер болады. Бірақ әдемі болу үшін мен шені қостым. Бір жағынан әдемілік, бір жағынан тәтті дәм береді. «180 градус қызып тұрған пеште 40 минут пісіреміз. Сүзбелі бәлішіміз дайын. Толық соғылған соң формадан босатып дастарханға қоя берсеңіздер болады. Ас дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.